Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын пеште пісірілетін пирожкидің рецептімен бөлісемін. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз бен суымызды араластырып құйып аламыз. Содан кейін оның үстіне дрожжымызды, қантымызды, 2 жұмыртқаның ақ-уызын, шым-шым тұзымыз бен сұйық майымызды құйып, венчикпен 1 келі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Венчикпен жақсылап араластырып болғаннан соң, ұнымызды ситодан өткізіп, венчикпен қоюланғанға дейін араластырамыз. Мінекей, қамырымыз қоюлана бастады, енді қасықпен араластырамыз. Қасықпен 1 келі қою масса болғанға дейін араластырамыз. Содан кейін барып қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, қамырымызды илеп болдық, енді жылы жерге 30-40 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізде картошканы осы тұздалған суға салып қайнатып аламыз. Енді пиязымызды майдалап кубиктап турап, осылай қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Картошкамыз піскеннен кейін дәміне қарай тұзымыз бен қара бұрышымызды салып, оны еземіз. Картошкамызды езіп болдық, енді оның үстіне қуырылған пиязымызды салып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Мінекей, менің қамырым 40-50 минуттай тұрды, осылай болып көтерілді. Енді осыны таразының көмегімен 70 грамм алып, содан пирожки дайындайтын боламыз. Осылай қамырымызды алдын ала домалақтап аламыз. Қамырымыздың барлығын 70 граммнан өлшеп, осылай барлығын домалақтап бетін жауып қоямыз. Содан кейін барып, осылай қамырларымызды кезек-кезек алып, қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен осылай үлкен етіп видеодағыдай жайып аламыз. Қамырымызды домалақтап жайып алғаннан соң, үстіне салмасын салып, видеодағыдай етіп түйіп аламыз. Түйіп болғаннан соң, табамыздың үстіне қағазды төсеп, сол қағаздың үстіне пирожкиларымызды орналастырамыз. Барлық пирожкиларымызды осылай етіп дайындап аламыз. Пешімізді алдын ала 220-240 градуста қыздырып қоямыз. Пирожкиларымыздың барлығын табаға жайғастырғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Мінекей, барлығына жағып болдық, енді пышақпен осылай бетіне өрнектерді салып шығамыз. Бұл міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей, бетін осылай сәндеп шықтық. Енді қызып тұрған пешімізде пирожкимізді 20-25 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ас болсын. Жақында каналыма түрлі рецепттерді салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар.